Дарын онлайн приложениесіне кіру жолы поисққа Дарын онлайн деп жазамыз. Төбесінде кіру батырмасын басып, өзіңіздің сөйлескен мұғаліміңізден логин пароліңізді аласыз. Құпия сөзге 1, 2, 3, 4, 5 деп жазып, кіру деген батырманы басасыз. Жеке аккаунтқа кірген кезде сіздердің рейтингтарыңыз, бонустарыңыз және кошелегіңіздағы ақшаңыз көрініп отырады. Және де менің сабақтарым батырмасын басқан кезде сізде қандай курстар, қандай сабақтар қосылғаны көрініп отырады. Мысалға, орыс тілі пәніне кіреміз. Бірінші тараудың бірінші тақырыбына кірген кезде сізде видео сабақ шығады. Видео сабақты көріп болғаннан кейін міндетті түрде дәптеріңізге конспекті жазу керек. Конспекттің ішінде ережелер, словарлар және де есептер болу керек. Жазып болғаннан кейін тапсырманы өтіп, тапсырманы орындап болғаннан кейін тест тапсыруды басамыз. Тестте 10 сұрақ беріледі, 10 сұрақтың 7 балынан жоғары балға жауап беру керек. Егер де 7 балдан төмен балға жауап берген жағдайда видео сабақты қайтадан қарап, тестті қайтадан тапсыру керек. Одан кейін сіздерде аптаның соңында пробный тест, яғни байқау тесті болады. Байқау тестіне кіру үшін төбесіндегі 3 сызықты басып, менюдің астынан байқау тесті дегенді тауып аласыз. Және де астында қандай кезеңдегі пробный тестті тапсыру керек, сіз соны таңдайсыз. Егер де ништің пробный тестін тапсыратын болсаңыз, NZM бірінші кезеңді бастауды басып, сатып алып тестке өтесіз. Сізде 1,5 сағат уақыт беріледі, және де 100 сұраққа. Осы 100 сұраққа жауап беріп, қанша бал жинағаныңызды міндетті түрде кураторға жіберіп отыруыңыз қажет. Сіздерге сәттілік тілейміз.